Жезденің қорлығы. Оқырманнан келген хат. Анонимді түрде шығарып беруімді өтінді. Анонимді шығарасыз ғой, жарай ма? Мен де басымнан өткен жағдайды ақтарылып айтқым келеді. Менің жасым дәл қазіргі сәтте 19-да, ал ол оқиға мен туылған соң 5 жылдан кейін басталды. Менің анам мен әкем мен 8-9 айлығымда ажырасып кеткен болуы керек. Себебі мен әкемді әке деп емес, бір қорқынышты түс секілді ғана есіме аламын. Ол кісімен ажырасып кетсек те, ол бізге күн бермеді. Анамды соққыға алып жататын кез көз алдымда. Одан үзілді-кесілді ажырасып тынған соң ғана тыныш қоя берді бізді. Алиментке арыз жазатын болсаң, екеуіңді де өлтіріп кетемін деген бопсалаулар да болды. Расында да, бірақ бізге одан ештеңе керек емес еді. Содан қалаға көшіп келдік, анам екеуміз бірге. Мен мектеп басталғанға дейін анамның әпкесінің қолында болдым. Яғни ол жақта менің бөле әпкем мен бөле ағам жездемде болды. Жездемді әкедеп кеттім мен бір шама уақыттан соң. Ол кісі мені құшақтап сүйгенде, мен әке деген ұғымды түсінбейтін қаршадай 4-5 жасар қыз әкелер осылай жақсы көреді деп біліппін. Маған ешкім түсіндірмепті оның дұрыс емес екенін. Содан не керек, уақыт өте берді. Мен қалаға қайттым анама. 6 жасқа келіп мектепке бардым. 1-ші сыныпты бітіріп қайтадан әпкемнің үйіне кеттім. Себебі анам жұмыста маған қарайтын адам болмады. Содан жаздың күні үйде ешкім жоқ. Жездем жұмыстан обед ішуге келді үйге. Мені құшақтап шекемнен сүйіп, өзі шешіне бастады. Мен мән бермедім. Содан мені жатқызып көкірегімді сүйе бастағанда, менде кішкене қорқыныш болды. Бірақ мен тырп етпей жата беріппін. Содан есімімді айқайлап бір көрші қыз жүгіріп кеп қалды. Содан не керек, ойнауға шығып кетіп жаным аман қалған екен. Одан бірнеше жылдан кейін даладағы сарайды дәл солай тиісіп бастады. Жүрегім аузыма тығылып қатты қорықтым. Мен қазір келемін деп қашып кеттім. Ол еш нәрсе істей алмады. Себебі үйде адамдар бар еді. Одан кейін ол үйге бармауға тырыстым. Анам айтпадым ештеңе. Бойы жетіп қалған соң жаздың күні бармаймын деп айттым өзім. Барғым келмейді, қалада болғым келеді дедім. Содан анам маған сеніп, жарайды деп қасында алып жүре беретін болды. Содан бір күні жездем үйге кеп қалды. Мен 13 жаста едім ол кезде. Қатты қорқынышты болды. Анам жұмыста болатын. Ол жай өтіп бара жатыр едім. Кіре салайын дедім деп түсіндірді маған неге келгенін. Мен тамақ салып беріп кетіп қалдым зал бөлмеге. Содан ол артынан сол залға келіп мені қинап жатқызып, үстіме шығып алып шешініп жатты. Мен қатты қорыққаннан не істерімді білмей жылай бердім. Жоқ, жіберіңізші өтінем, кетіңізші. Мен ешкімге айтпаймын, тек жіберіңізші мені деп жылай бердім. Содан менің басқа бір бөле әпкем үйге кеп қалды. Ол менен 2 жасқа ғана үлкен. Жездем тез-тез киініп кетіп қалды. Содан менде қорқыныш басталды. Түнде ұйықтай алмау, қорқынышты түстер, үлкен көкелерден қорқу, түсімде басқа еркектердің мені зорлауы. Мені амалсыздан анама айтуға мәжбүр болдым. Анама айттым, анам еріксіз жылай берді. Мен біраз психологтарға бардым, молдаларға барып оқытылдым. Дәл қазір менде бәрі жақсы. Анам 2-ші рет тұрмыс құрып, қазір менің сіңілім бар, әкем бар. Мен өзім тұрмыстамын, аяғым ауыр. 4 айлық сәбиім бар, жүрегімнің астында. Мен тек айтқым келгені, қыздарыңызға сақ болыңыздар. Кішкентайымнан түсіндіріңіздер. Половой урок жүргізіңіздер. Сіздерден қысылмасын, қорықпасын. Осындай жағдай болып қалса айтуға. Аналар, сақ болыңыздаршы. Менің жатырымдағы сәбиім қыз болса, мен оны қалай қорғаймын деген үрей бар бойымда. Бірақ мен бақыттымын. Қазіргі өгей әкем, өгей деуге болмайды да негізі. Ол мені өзінің туғандай жақсы көріп кетті. Ол осы жағдайды естігенде қатты ашуланып барып, ол кісіні соққыға жыққан. Ол батыл оқырманыма жарайсыз дегім келеді. Өте батыр жан екенсіз. Талай қызға, талай анаға үлгі боларыңыз анық. Оқиға ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.